Бәріңізге сәлем, мен Қазира, каналыма қош келдіңіз. Бұл бейнеде осы аяқ киімнің екінші сыңар тоқуын көресіздер. Сіздерге бұндай заттар қызық болса, каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Менің каналымда бұдан басқа да кедейдің және сумканың тағы басқа қолдан тоқылған бұйымдардың қалай тоқылуының толық нұсқасын көре аласыздар. Бізде бұл аяқ киімнің қарағанда ең бастапқы сызығынан бастап аяқ киімді үшке бөліп тоққан. Ең бірінші біз басы мен аяқ жағын, басы мен өкшесін тоқып, одан ортасын тоқимыз. Одан кейін мына жақ шетін, үстіңгі жағын. Солай жалғаса береді. Біз ең бірінші мына жерден мен келесі табанды белгілеп қойдым осылай. Бұл жерде өкшесінің қалай осыншалықты мөлшерде болатындығын ең бірінші үш саусағыңызды қоясыз артына осылай. Үш саусағыңыз кең мөлшерде, кең аралықта қалатындай етіп осылай. Арт жағынан да осыншалықты қалады, алдынан да осыншалықты үш саусағыңыз кең тұратындай етіп аралық қалдырып өкшесіз деп белгілейсіз. Ал бұл жерде алдыңғы жағында мынандай сызықша болады. Аяқ былай қарай, мынау сол аяққа арналған болғандықтан, мына аяғың сыртқы жағына қарайтындағы сызық сәл ұзындау, ал ішкі жағындағы сызық сәл қысқалау болады. Сол үшін біз ең бірінші сыртқы жағынан бастап қараймыз. Сыртқы жағына сәл бір елі алдыға жылжытып, бір елі алдыға жылжыған жерінен белгілеулі кегін бекітеміз. Тура осының тұсынан екінші белгілеулі кегін бекітіп, тура осылай осының осылай үш топқа бөлеміз. Біз бұл жерде үшке бөлдік. Енді аяқ бұл жердегі бірінші қатпар бізде ұзын қысқа. Бұл жердегі аяқ киімнің тоқылуы бізде төрт түрлі тоқу әдісімен тоқылған. Мына өкшесімен, мына басымен өкше жағы бір тоқылу үлгісімен, ал мына ортасы басқандай тоқылу үлгісімен, мына жеріндегі басқандай тоқылу үлгісімен, және мына жерде таңдай тілдеп қояды. Бұ да басқандай тоқылу үлгісімен тоқылған. Бұл жерде сіздерге алдыңғы не артқы жағынан бастау міндет емес. Бастысы екі жақ шеті тоқылып, сосын ортасы тоқылуы маңызды. Мен мына жерден ілмек бізді белгілеулі кегін шығарып, ең бірінші қатарын бастаймыз. Жіпті мына жерден бері тартып шығарып алып, беріліп, жіпті бекітіп, одан кейін екіншісінен ілмек бізде екеуінен біреу. Одан келесі мына үшбұрыштың ортасынан тура осылай белгілеулі ілгегіне дейін тоқып шығамыз. Бұл жердегі біздің мына астындағы арнайы өзінің тоқып қойған табанның жіптері бар. Біз мына жерден біреу, мына екі үшбұрыш осының төбесінен біреу, одан мына жерінде ортасындағы сызық, одан мына үшбұрыштың төбесі, онда үшбұрыштан былай суасыз арасынан. Сонда бір ілмек, одан келесі ілмек осылай. Тура осы әдіспен айландырып екінші бетіне дейін тоқылып шығады. Мына жерден мен және үшбұрыштан тоқыдым, енді мына жерінде ортасындағы түзу сызықтан алып келдік. Мына жіпті арасына бірге қосып тоқып отырамыз. Одан кейінгісін мына үшбұрыштың арасынан одан кейін арасындағы түзу сызықтан тура осы әдіспен айландырып екінші жақ бетіне шығамыз. Бұл жерде түйіп байладым. Менде қолданып жатқан ілмек біз үшінші номерлі ілмек өзен қолданып жатырмын. Ал қолданып жатқан жібіміз шнур жіптің ең кішкентай түрі, жіңішке синтетикалық жіп. Енді мына жерден түйіп алғаннан кейін мына жерінен бастап былай қарай мына жіп тартылып қалмайтындай етіп арт жағына ораймыз. Орап, мына жердегі бірінші басқышқа келеміз. Тура біріншісінің астынан аламыз. Одан кейін бізде біріншісі кетті ғой. Енді бұл жерде екіншісінің үстінен аламыз.
үстінен. Бізде мына жерде бірінші ілмек болады. Мына жерінде екінші ілмек болады. Мына жерінде бірінші ілмек, мұнда екінші ілмек, мұнда үшінші ілмек, мұнда төртінші, мұнда бесінші, мұнда алтыншы ілмек. Бұлай қарағанда біз астындағы мына жіптерге қарай қай ілмектің қай жерде тұрғандығын сонымен санасақ қателеспейміз. Негізінен екінші қатарды сонымен сәйкестендірген дұрыс. Енді біз үшінші ілмекті мынаның астынан аламыз. Мына жерде мынау 1, мынау 2, мынау үшінші ілмек. Бір асты, бір үсті, бір асты, бір үсті, бір асты, бір үстімен осылай екінші қатар тоқылады. Ең алғашқы екінші қатарда астынан бастаймыз. Бұл бізде тоқылу формасының үлгісі болып табылады. Узор деп айтады ғой. Сол бізде екінші қатардан басталады. Бізде бір асты, бір үсті тоқыдық. Енді қайтадан асты тоқимыз. Асты, енді қайтадан үсті, және де асты, енді үсті, енді асты. Тура осылай бір асты, бір үсті қылдырып, арғы жақ басына шығамыз. Осы аяқ киімнің басы белгіленген тұсқа дейін тоқып шығамыз. Енді асты. Мен мына жерде жіпті, мына жақ қолмен ортасына қысып ұстап тұрмын. Мына жерде былай әкелесіздерде мына ұқсап. Мына екі қолыңызды былай қаттығып біріктіріп ұстап тұрасыз. Сол кезде жібіңіз бері қарай қатты суырылып кетпейді. Мына жағынан бетіп қаттығып басып тұрамын. Сұқ саусағыммен ортаң саусағым арасына қысып тұрамын. Мына жерде бір асты бір үсті тоққанда бізде осындай түр пайда болады. Мынау астынан алған жеріміз, мына жер үстінен, астынан, үстінен, астынан, үстінен, астынан, үстінен, астынан алған жеріміз. Осылайша тура осылай екінші жақ бетіне шығамыз. Үстінен алдық, енді астынан. Мен бұл жерде екінші қатарда мынаның үстіндегі іздерге қарап жатқан жоқпын. Екінші қатарында менде қателеспес үшін астындағы іздерге қарап жатырмын. Астындағы мына жерден енді астына тоқыдым ба, енді мына жерден үстіне тоқимын. Бір асты, бір үсті. Қайтадан астынан. Енді үстінен. Және астынан. Астынан алдым, және бұл жерде соңғы не болғандығы үшін осы жерден бекітемін. Бекіткенде жіпті былай алып шығып, ортасындағы тесіктен андағыдағы домалақ жіпті өткіземіз. Тура осылай шықтық. Бізде бір асты, бір үсті екені көрініп тұр мінде. Мына жағынан астынан бастағанбыз. Асты, үсті, асты, үсті. Енді біз екінші қатарда қайсынан бастаймыз дегенде бізде үшінші қатар басталған. Үшінші қатарда біз мына жердегі тура осылай біз төрт қатар тігу керекпіз. Мына жерде қанша қатар тігілді? 1, 2, 3, 4, 5. Тура осылай мына ұзын санының 5 болғанына шегін тоқимыз. Біз екіншісін мына жерде бір ұзын болды ғой. Тура осының қатарына біз ұзынмен бастадық. Екіншісінде ұзынмен бастау керекпіз. Бұл жерде екінші ұзын бізде қысқарып отырады. Бір-бірден қысқарып отырады. Ана жағынан біреу, бер жағынан біреу. Сонда бізде бесінші қатарымыз, соңғы қатарымыз 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші қатарымыз осы жерге келу керек. Осы жерге аяқтау керек бізде. Енді біз мына ұзын, біз енді қатарды ұзынның үстіне қысқа, мына жерден қысқа, ұзын, қысқа, ұзын, қысқа, ұзын келеді. Ұзынның үстінен қысқа, қысқаның үстінен ұзын келу керек. Осылай бастаймыз. Біз мына жерде мына ұзынды тастап кететін болғандығы үшін, бір-біреуден қысқарып отыратын болғандығы үшін, және екінші қатарымыз міндетті түрде ұзынмен басталатын болғандығы үшін, біз біреу тастап, қысқаны ұзын, бағана қысқа тоқылғанның үстінен ұзыннан бастаймыз. Ұзыннан бастаған кезде бізде бұл жерден ең бірінші мынаның ұзынның тура ұзыннан тоқитын жердің үстіңгі екеуінен, екеуі екі сызық ғой, соның астынан бірінші өткізіп жіпті бекітіп аламыз. Өйткені бізден бірден ұзыннан бастап кеткен жағдайда бізде жібіміз бос болып қалуы, бекітілмей қалуы мүмкін. Сол үшін ең бірінші соның үстіңгі жағынан алып бекітіп аламыз. Астынан алатын жіптің үстінен алып бірінші бекітіп аламыз. Мына жібіміз осымен бірдей болып тұру керек. Не кең, не тар болып қалмауы керек. Біз бұл жерден бір бекіттік бұл. Бұл бізде біреу болып саналмайды. Тура енді осының мынау астынан болуы керекті жіптің біз үстінен бекіттік. Енді соның үстінен бекітіп алып, соның астына түсеміз. Астына түсіп, бұл жерде астынан тігілу керек болған. Астынан алып шықтық жіпті. Міне ұзын пайда болды бізде. Ұзын тілше пайда болды, ұзын таяқша. Екіншісінің үстінен. Ендігі кезде біз астыңғы жағына емес, үстіңгі жағынан қарап тоқитын боламыз. Мына жерде бір ұзын пайда болды бізде, ал екіншісі қысқа, одан кейін ұзын.
үстінен, астынан, үстінен, астынан. Бізде сонда жаңағы қатарымыз бізде міне үстінен басталды. Үстінен тоқыдық, астына түстік. Сонда міне бір ұзын болып, бірінің үстіне бірін былай баспалдақ сияқты өсіп отырады. Мына жерде біреуге қысқарды, ұзынмен бастадық. Мына ұзынның мына жақ тұсында, мына ұзынның мына жақ тұсында. Біз бұл жерде ұзын қатардан екінші қатар мынау. Ұзын тілшеге байланысты тоқимыз. Ұзын тілшенің қатары осылай қатар бойынша саналған кезде 5 болған шекен тоқимыз. Бізде ұзын. Енді мына ұзынның үстінен қысқа болады. Мына ұзынның үстінен қысқа. Мынаның астынан. Мынаның үстінен. Астынан. Үстінен. Астынан. Тура осылай екінші жақ бетіне шығамыз. Ұзынның үстінен. Қысқаның астынан. Ұзынның үстінен. Қысқаның астынан. Бізде біреу қалды. Қысқаның астынан. Енді біз ұзынның үстінен қалдырып аяқтау керек едік. Біз біреу ана жағынан біреу қалдырып бастағанымыз үшін мына жағынан да біреу қалдырып аяқтаймыз. Екі жақ шеті бір-бірден қысқарып отырып, 5-ке дейін қысқарып отырады. Біз себебі тура осылай ұзын болған қатардан, тілшесі бар қатардан 5 тоқимыз. Біз бұл жерден екі қатар тоқ болдық. Екі қатар осылай бізде 1, 2 болып, осылай бір қатарға кішірейді. Енді 1, 2, 3. Үшінші қатар болу керек. Үшінші қатар мұнда келу керек. Міне 1, 2, 3. Үшінші қатар осының тұсына келіп қысқарады. Сонда бізде 1, 2, 3. Төртінші қатар. Бірінші қатар мына болды. Екінші қатар мына жерден басталады. Үшінші қатар мына жерден басталады. Төртінші қатар мына жерден, бесінші қатар мына жерге келіп аяқтайды. Бесінші қатар мына жерден келіп аяқтаймыз. Сонда бізде қазір мынадан біреу тастадық. Енді мына жерде тағы да мына жерден ұзыннан бастаймыз. Мына жерде ұзынмен аяқталды ғой, соның қасында келесі қысқасынан аяқтаймыз. Қысқасынан бастаймыз. Тура сол жаңағы сияқты мына жерден ұзын тоқылу керек еді таяқша. Бірақ біз олай бастасақ, бізде жібіміз тартып қалуы мүмкін. Сол үшін ең бірінші жіпті сенімді тұру үшін үстіңгі екеуінен алып, мынаның үстіңгі екеуінен алып, біз ең бірінші жіпті бекітіп аламыз. Бекіттік. Және бұның тура астынан түсеміз. Мынаның үстінен, мына екеудің үстінен алдық қой, енді тура соның астына түсіп, біз бір ұзын тілше жасаймыз. Бір ұзын тілше жасадық. Енді келесі ұзынның үстінен, келесі астынан, үстінен, астынан, тура осылай үшінші қатарды аяқтаймыз. Біз бұл жерде бірін астын қатар тоқыдық. Әрбір үстіңгі қатар сайын бір-біреудің алдыға жылжып отырдық. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Енді 5-ші қатарды мынаны тастап, мынадан кейінгі қатарды мына жерден біз бір-біреуден алдыға жылжып отырдық үстіңгі қатар тоққан сайын. Енді біз соңғы 5-ші қатарға келдік. Мына жердегі ұзын тілшелердің санымен санаймыз. 1, 2, 3, 4. Енді біз 5-ші тілше тоқимыз. Мына жердегі соңғы қатарымыз тілшемен аяқталуы керек. Тілшемен басталуы керек. Мына жағындағы қатарымыз да тілшемен аяқталуы керек. Екі жағында бірдей тілшелер тұрады. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Мына жерде байламдарында тілшелер тұр. Ал біз мына жағына келген кезде ең бірінші біздің бастаған жерімізден қателесіп кетпес үшін ең бірінші мына жақтағы бастаған тілшелеріміз маңызды рөл атқарады. Мына жерде біреу мына жақтағы тілше, одан кейінгі біреу аттады, одан кейінгі біреу аттады, одан кейінгі біреу аттады. Енді біз 5-ші тілшені мынадан кейін біреу аттадық. Мына жерге тоқимыз. Мына жерден жіпті егер сіздерде астынан тартып алып бекіткен кезде ыңғайсыз болса, үстіңгі жағынан алдыңғы видеоларда көрсеткендей, осының тура үстіңгі жағынан бекітуге болады. Жіпті алып шықтық. Мына жерде мына жіп астында тұрады. Осылай бұны қосып алып кетеміз. Мына жерден ең бірінші біз жіпті астынан алып бастадық. Астынан енді үстінен тоқимыз. Бірден үстінен тоқыдық. Енді астынан, үстінен, астынан, үстінен, мына ұзын кеп тұрғанның үстінен келеді. Мына қысқа жіптің астынан келеді. Мына жерде қарасаңыздар, мынау тура осылай анжақ басына аяқтаймыз. Мына жерде біз бірінші қатарды мына жерден бастадық қой. 1, 2, 3, 4, 5-шісі мынаның тұсынан келіп аяқтады. Егер де біз
мына жерден ұзын тілшілер саны 1, 2, 3, 4, 5 ғой. Егер біз мына жерде ұзын тілшілер санын 6, 7, 8 қылдырып тоқыған болсақ, онда мына жерде қатарлармен санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мысалға 8 болған кезде біздің 8-ші қатарымыз былай көлденең болып 8-ші тұсы мында келу керек еді. Біз әрбір бір қатар сайын үстіге көтерілген сайын былай қарай бір қадамнан жылжып отырамыз. Мына жерде бірінші қатар мына жерде болса, екінші ұзын тілше мына тұр. Үшінші ұзын тілше 1, 2, 3, үшінші ұзын тілше мына жерде. Төртінші ұзын тілше мына жерде, бесінші ұзын тілше мына жерде тұр. Біз мына жерде үстінен істедік, енді астынан ұзын жіптің қысқа жіптің үстінен астынан аламыз. Ұзын жіптің үстінен аламыз. Енді қысқа жіптің астынан алдық. Мына жерде қысқа жіптің астынан алдық. Бұл жерде бізде аяқтайды. Осы жерден жіпті байлап жілікке бесін бекітеміз. Бұл жерінде де тура сондай. Ең бірінші байланған жер мына жерден болды. Ең бірінші байланған жер. Екіншісі мына жерге келіп аяқтайды. Бір саты жоғарылаған сайын екі жақ шетінен де бір саттан қысқарып отырады. Баспалдақ сияқты. Мына жерде бірінші ұзын тұрса, мына жерде екінші ұзын, мына жерде үшінші ұзын. 1, 2, 3, мына жерде төртінші ұзын тұр. 1, 2, 3, 4, бесінші ұзын мына жерге келіп тұр. Бесінші ұзын мына жерге келді, аяқтады. Біз себебі мына бірінші сыңарында да тура осындай 5 саты қылдырып тоқығанбыз. Бізде мына жерде аяқ киімнің басқы жағы бітті. Енді кезекте біз өкшесін тоқимыз. Біз осындай немен істейміз. Отпен істемесеңіз, не дұрыс болмай қалады. Тарқатып кетеді жібіміз. Мына жерден белгілеп қойған белгілерден алып, өкшесін осы жерден бастаймыз. Мына жерде жіпті мына жерінде сәл ұзындау қалдырдық. Өйткені кейін тоқығанда қосып кетеміз. Мына жерде тура ана сияқты алдыңғы жағын қалай тоқыдық, тура солай тоқылады өкшесінде. Мына арасындағы кішкене жіпті осылай арасына қосып кетеміз. Біз мына жерде мына ұзын сызықтан бір рет былай өткізіп алып, мына үшбұрыштың төбесінен өткізіп алып, мынадан бір тура осылай тоқып жатырмыз. Осылай мына белгілерге тұрған жеріне дейін тоқимыз. Біз бұл жерде бекітеміз. Соңғы жіпті тиген кезде алдындағы тура алдын тоқыған сияқты қылдырып бекітіп жіпті байлаймыз. Жіпті байлаймыз да мына жіпті артынан осылай айландырып алып келіп тартып қалмайтындай етіп. Сәл кеңдеу болса болсын, ең негізгі мәселе тартып қалмау керек. Бізде бұл жердегі ең бірінші жіпке бекіткен, астындағы жіпке бекітіп алған қызыл жіптегі бірінші қатарымыз бұл бізде негізгі бірінші қатар болып саналмайды. Бұл бізде. Ал біз ең бірінші ұзындықты екінші қатар тура осының үстінен мына жерден ұзын, мындан қысқа, мына жерден ұзын, мына жерден қысқа қылдырып, астындағы мына жерде де мынау 1, мынау 2, мынау 3 осылай бір-бірден келген сияқты қылдырып, мына жерден ең бірінші астындағысынан қарап, астындағысынан біріншісінің астынан алып, ұзын тілше тоқимыз. Ең бірінші қатарымыз бізде ұзын тілшемен басталу керек. Жіптің астынан өткізіп алып шықтым. Жібімізді енді осы жерден бір ілмегілік бекіттік. Бұл бізде астынан болды. Енді үстінен. Енді астынан. Біз алдың жағын қалай тоқыдық? Тура сондай. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Мына жерде енді мына жерден астынан болса, мына жерден үстінен, мына жерден астынан, мына жерден үстінен, мына жерден астынан болу керек. Біз бұл жерде астыңғы қатардағы ақ жіптерге қарай тоқтақ, сонда қателеспейміз. Бізде ешбір жілмелмек біздің не артық, не кем тоқылуына болмайды. Ол кейінде аяқ киімнің келуіне әсер етеді. Енді үстінен, енді астынан болды. Тура осылай арғы жақасына шығамыз. Енді астынан. Үстінен. Астынан. Бұл жерде қателеспес үшін мына жердегі жіптерге қараңыз. Мына жерден біріншісі үстінен болса, мына жерден 1, 2, 3 осылай тоқылды ғой. Мына жерден бір-бірден тура осыдан санайсыз. Мына біріншісінде астынан болса,
мына жерге келгенде үстінен, одан кейін мынаған келгенде қайтадан астынан, мына жерге келгенде үстінен болу керек, тура мына жерге келгенде астынан. Тура осы әдіспен мына жақ басына тікелейміз. Біз мына жерде бірінші қатарды аяқтадық. Біз мына жердегі ұзын тілшелермен саналатын болғандықтан ұзын тілшесі алғаш тоқылған қатар сол бірінші қатар болып саналады. Біз бұл жерде мына жердегі мынаның бірінші аяқ киімнің сыңар тоқылған өкшемен салыстырсақ, бұл жерде біз 10 қатар тоқимыз. Әрбір қатар сайын алдыға қарай, артына қарай чегіп жылжып отырған, баспалдақтың көтеріп отырған. Әрбір қатар артқа бір қадам жасап отырған. Біз мына жерден бастап тоқыдық. Бірінші тілше мына жерден бастап тоқылған. 10-шы тілше, қазір мына бірінші тілше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-шы қатарымыз тура міне мынаның тұсына келіп аяқтаған. Артқа қарай бір қадамнан шегіндіріп, тура алдындағы сияқты қылдырып, өкшесінен 10 қатар тоқимыз. Бізде мына жерде бірінші қатар аяқталды. Екінші қатарда артына бір қатар шегіндірсек, біз әрбір жаңа қатарымыз ұзын тілшемен басталуы керек. Біз мына жерде бірінші қатарды сол үшін ұзын тілшемен бастадық. Ұзын тілше, одан кейін ұзынның үстінен қысқа, қысқаның үстінен ұзын келу керек. Біз мына жерде екіншісінен ұзын тілшеден бастаймыз. Қысқаның үстінен ұзын келеді. Алдыға бір қадам жылжытамыз, артқа бір қадам жылжытып, осы жерден бастаймыз. Ұзын тоқыдық. Енді қатар ендігі бізде қысқа болады. Бір қысқа, бір ұзын, бір қысқа, бір ұзын болу керек. Біз қысқасын тоқыдық, енді ұзын. Қысқа, мынаның арасындағы мына жіп осымен бірге тоқылып қосылып отыру керек. Мына жіпті ұмыттырып қалып кетуге болмайды. Енді ұзын. Қысқа, ұзын, қысқа. Біз бірінші қатарда мына астындағы ақ жіптердің қатар санымен санасақ, ендігі одан кейінгі ұзын тілшесі бар қатарды оның астындағы ұзын тілшелі қатардың бойымен соған қарай тоқимыз. Қысқа жіптің астынан аламыз, ұзын жіптің үстінен тура осылай қателеспей арғы жақ басына шығамыз. Біз ана жағынан да бір сатыға алдыға жылжып қысқартқанбыз, артқа жылжып. Бұл жерден де біреуге артқа жылжып ұзын тілшемен аяқтаймыз. Мынаны былай қарай бір жіптен бір өткізіп, осы жерден жіпті түйіп байлаймыз. Бізде мына жерінде бірінші қатарымыз мына жерден мынадан болды, екінші қатарымыз мына жерден, үшінші қатарымыз мынаның тұсынан, төртінші қатар мына жерден, бесінші қатар мына жерден. Тура солай 10 қатар болған. 10 қатар бізде 10-шы қатар қай жерден келеді? Біз бірінші қатар мына болды, екінші қатар бір сатыға алдыға жылжып мына келді ғой. Енді сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-шы қатарымыз осы жерге келу керек. 10-шы қатарымыз осы жерге келіп, бір баспалдақтан осылай артқа қарай қысқарып, 10-шы қатар осы жерге келіп тоқтайды. Тура солай мына алдындағын қалай тоқыдық? Алдындағы мына 5 қатарда. Алдындағы 5 қатарымызда міне 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші қатарымыз мына жерге келіп аяқтаған міне. Мына жерде баспалдақ ұқсап көтерілген 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бір-бірден артқа қарай жылжып отырған. Бір орыннан. Тура солай мына жерден бір орыннан екі жағынан да бірдей қалдырамыз. Бергі жағынан бір орын, арғы жағынан, бергі жағынан бір орын тастап бастасақ, ана жағынан бір орын тастап, бері қарай жылжып аяқтаймыз. Мына жерде енді 3-ші қатар бізде 1, 2, 3, 3-ші қатар мына жерден. Негізінен астынан санамай-ақ, мына жерден емес, оның алдындағы мына жерден астынан басталады. Деп үстінен-ақ санауға болады. Негізінен мына қысқа жіпті ішінен қосып тігіп кету үшін, ұмытылып қалмас үшін сыртын былай айландырып қалдырған дұрыс. Сонда ұмытылмайды. Мына жерден бір рет ұзын алдық. Екіншісі бізде қысқа болу керек. Қысқа кезінде мынаны астындағы мына қалдырып кеткен ұзын жіпті қысқаға қосып тоқып кетеміз. Бізде міне бір ұзын, бір қысқа, ендігі жерде ұзын. Енді қысқа, енді ұзын. Енді ұзын. Қысқа дегендей, енді ұзын. Енді қысқа. Біз бұл жерде тура солай мына жерде мына қысқа жіптің астынан, ұзын жіптің үстінен, қысқа жіптің астынан, ұзын жіптің үстінен. Тура осылай
10 қатар тоқимыз. Бәрі қатар сайын алдыға бір орын жылжып отырамыз. Алдыға бір орын жылжып. Тура осылай 10 қатар тоқимыз. Үстінен болды. Енді астынан қылдырып, соңғы жіпті астынан қылдырған жіпті мына жағындағы үстіндегі жіптен бір ақ өткізіп, осы жерден байлаймыз. Бізде ана жақ басы да екі жағы да бірдей болу керек. Мына жерде бір орынға 2 1 2 3 1 2 3 менде үшінші орынға уже келіп тұр. 1 2 3 үшінші орынмен бірдей болып тұр. Бізде әрбір қатар келген сайын мына жағы алдыға бір қатар жылжыса, мына жағда тура солай бір қатар жылжиды. Болмаса ана жағын бір қатар жылжытып, мына жағын бір қатар алдыға жылжытпай қойсаңыз, онда аяқ киімнің өкше жағы дұрыс шықпай қалады. Сол үшін екі жақ шетін бірдей қалдырамыз. Мына жерден мынаны бір табан алдыға жылжытып, бір ілгекке алдыға жылжытып, арт жағын бекіттік. Енді мына жерден мына табанда 1 2 3 мына жерден бастап алдыға бір қадам жылжиды. Алдыға бір қадам жылжып, төртінші қатар тоқимыз. Біріншісі астынан басталды, екіншісі үстінен және астынан. Сіздер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, түспесеңіздер, комментарийға қалдырыңыздар, болмаса Инстаграмнан маған жазсаңыздар, мен сіздерге түсінбегендеріңізді жауап беремін сұрақтарыңызға. Енді астынан. Енді қайтадан үстінен. Астынан. Үстінен. Ендігіні біз 1 2 3 4-тен 5-ші қатарды мұнан бастаймыз. Тура осылай 10 қатар тоқылады. Мына жерде мен әрбір бір қадамдан артқа шегіндіріп 9 қатар тоқыдым. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Енді бұл қатарды артқа қарай бір қадам шегіндіріп, ұзын тілшемен бастаймыз. Біріншісі ұзын болды, екіншісі қысқа. Қысқасын тоққан кезде мына арқасындағы ұзын жіпті қосып алып кетеміз. Енді қайтадан ұзын. Бұл жерде бізде қарасаңыздар, мына жерден бір қадам бойынша санаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10-ші қадам менде мынау болды. 10-ші қадам. Тура 10-ші қадаммен мына жағындағы былай санаған кездегі 10. Екеуі соның тура тұсына келу керек. Егер сізде 10-ші қадам тура соның тұсына келмесе, мына жерден бір қадам жасаған кезде қателік кетті деген сөз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10-ші қадам мына жерде тұр. Тура осылай, мына жағда тура солай болып келу керек. Мына жеріндегі қадамдарда 1. Мына жерден әрбір баспалдақ сайын артына қарай бір қадамнан шегіндіріп шығасыз. Сол кезде біздегі өкшенің формасы осындай болып шығады. Мен мына жағынан да 10 қатарды аяқтап бекіттім. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Енді біз соңғы рет мынаның өкшесін мына жақ ең соңғысынан бастап айландырып алып шығамыз. Сол жерден мынан бастаймыз. Мынан бастап мына жіпті үзбейміз. Үзбей осы жерден шетін айландырып, жай тоқып әдісімен тоқып шығамыз. Мына жерден мына жіп тартып қалмау керек. Артындағы жіп. Біреу. Екіншісін осы жерден аламыз. Тура осылай әрбір қатар сайын осылай шетін айландырып тоқып шығамыз. Өйткені біз мына жақ ортасын тоққан кезде қателік кетпес үшін. Мына жақ ортасын кеткен кезде мына жерінде баспалдақтар саны көп қой. Кішкене қиындық туғызады. Сол үшін осындай тоқып алған ыңғайлы болады бізге. Мына жеріндегі жіпті бірге қосып тоқып отырамыз. Мына жерден тоққан кезінде бір жіптен емес, екі жібінен бірақ алғандарыңыз дұрыс. Бұлай тоққан кезде берігірек орнағанына сенімді болыңыз. Біреуінен ғана алынып қалса, ар жағынан тартып тоққан кезде аралары ашылып жаман болып қалды. Мына жақ шетіне дейін, мына жеріне дейін тоқып шығамыз.
Бұны қатты қысқа нетудің қажеті жоқ. Өзіңіз қалыпты мөлшерде ғана осылай үзесіз. Сосын артынан не былай қалай ыңғай негізінен қызыл түске қарай осылай қарай қисайтып тоқып кетеміз. Міне бізде өкшенің формасы осындай болып шықты. Аяқ киімнің алдыңғы жағының формасы осындай болып шықты. Енді біз мұнда аяқ киімнің мына жердегі сұрысын тоқитын боламыз. Мына сұрыны. Бұл сұрыны тоққан кезде ең бірінші біздің ескеретін қолдың мына қарай тоқимыз. Былай қарай тоққан ыңғайда, ал мына жағына келгенде былай қарай тоққан ыңғайда. Біз ең бірінші мына жақ жағын көрсетейін. Мына жерде мынаның тура осының тоқылған тұсынан бастап тоқимыз. Мына қызыл жіптің астынан алып тоқимыз. Бірінші қатармен, мынаның бірінші қатарымен екеуінің бірінші қатарын біріктіреміз. Тура осының тұсына алып келіп тоқтаймыз қазір. Мына жағына жетіп, екінші жақ басына жетіп. Мына жерде нақсап алдым. Бекітеміз. Екі жақ шетінің бірінші қатарларын қалай тоқыдым. Тура солай. Бұл жерде еш өзгеріс жоқ, сол қайталанады бірінші қатарда. Біз мына жеріне келген кезде мына жақ шетінен алып кеп тура осылай тоқыдық, және де мынаған алып кеп бекітеміз. Алып кеп қосып осы жерден байлаймыз. Екінші қатар тоққанда біз мына жақтан былай қарай бұрылып кетпейміз. Мына жерден жіп тастап, мына жерде тұрған бірінші мек бар ғой. Бірінші тілшеге алып кеп, осы жерден бекітеміз. Бірінші тілшенің тұсынан алып кеп, осы бірінші тілшеге алып кеп, осы жерден тартып, мына арасындағы жіп осындай қалу керек, не тар, не кең емес, қалыпты мөлшерде қалады бұл жерде. Осы жерге алып кеп бекіттік. Енді қалғаны еш өзгеріссіз тура және бірінші қатарды қалай тоқыдық, тура солай жалғастырып тоқи береміз. Мына жерде бастысы әрбір ілмектен қалып қалмай тоқу керек. Жалпы аяқ киім тоққан кезде негізінен кең емес, жіптерді бос емес, қаттырақ алып тоққандарымыз қатты болғанда. Сол жақ қатты емес, енді негізінен қаттырақ тоққан дұрыс. Кең болып қолпылдап қалса, аяқ киімнің формасынан қарыншалар шығып, қалталар шығып дұрыс болмай қалады. Бұл жердегі ешқандай өзгеріссіз 5 қатар тоқылады. Ең алдымен 5 қатар тоқылады. Біз алдына дайын аяқ киімдегі қарасаңыздар, мына жерінде еш өзгеріссіз 5 қатар тоқылған, мына жерге дейін. 1 2 3 4 5 6 қатар тоқылған. Себебі мына астындағы бірінші қатар бар. Бірінші қатар, одан кейінгі 5 тілшесі бар қатармен 6 тоқылады. 6 тоқылғанда біздегі ол 6 қатар мына тізбекпен қосу арқылы мынадан керіс тура осылай тоқылады. Мына жіпті біз және қостық қой. Мынадан пайдап алдық та, осында жіпті созып алып келіп мынаған қостық қой. Тура осылай мынаны қайтадан алып келесіз, мынаған келесіз, мына жерінен біреуге қосасыз. Мына жерден біз біреуге қостық қой, мына жерінен мынаған әкеліп қосамыз. Одан қайтадан айдандырып келіп, мына екінші таяқша үстіндегі содан алып келіп бекітеміз. Одан қайтадан үстін алып келгеннен кейін мынаған әкелеміз. Тура осылай мына жерді мынаған дейін. Біз мына жерде 1 2 3 4 5 ғой. Осы бесеудің биіктігіне дейін мына екі жағын жалғап қосып алдық. Мына жердегі қатар саны бізде 6 болады. Өйткені бізде ең бірінші мына ұзын таяқшалар, тілшелер тоқылмаған жай бірінші қатар бар ғой. Сол бізде мынау тұр. Одан кейін бұның үстінде 5 таяқшалармен біріктірген қатар бар. Сонымен бізде мынау қазір екі жаққа жай барып келу арқылы 6 қатар тоқыдық. 1 2 3 4 5 6 қатар. Енді 7-ші қатарды біз мына жерде қарасаңыздар, бізде 1 2 3 4 5 6 7-ші қатар тура осының үстінен тоқылған. Енді біз 7-ші қатарды мына жағына асырмаймыз. Мына қызылға асырмаймыз. Осының тура бірінші мынаған қосылған емес, қосылмаған біріншісінің тұсынан 7-ші қатар тоқимыз. Осының қатарынан 7-ші қатар тоқимыз. Және де мына жақ шетінің мына өкше жағындағы 10 қатар тұр ғой. Сол 10 қатардың мына тура осы жақ шетте ілінгенге дейін былай бір-бірден артқа қарай чегініп, мына өкшесіне жалғана береді, қосыла береді. Бұл бізде тоқып жатқан 7-ші қатарымыз. Бұл жерде ешқандай тілше, басқандай бір белгілі бір форма нетудің қажеті жоқ. Астынан тура бірінші қатарды қалай тоқыдық, тура сондай тоқылып бұл жерде. Ілмек бізде екі жіппен біреу. Тура осылай әрбір ізден өткізу арқылы, ілмек бізде екі жіптен бірге тарту арқылы, тура осылай еш өзгеріссіз екі жақ жаны, мына екі жақ жанының тоқылуы тура осылай тоқылады, ешқандай өзгеріссіз. Ең алғаш бірінші қатарды қалай бастадық, солай.
тура осылай тоқу арқылы біз мына жақ басына келеміз. 7-ші қатарды тоқып аяқтап мына жағына келіп байлап бекіттім. Біз енді 8-ші қатарға келдік. 8-ші қатарда бізде бұл жерде тоқу үлгісі өзгереді. Мына жердегі ұқсап, мына аяқ киімдегі ұқсап бізде біртіндеп қысқарып пирамида пішіндес сұр солай жіңішкереді. Төбе жағы үшкірленіп жіңішкереді. Біз мына жерден 1, 2, 3 тастап 1, 2, 3 із тастап 1, 2, 3 із тастап 4-шіден дейміз. Осылай 3 ізден тастап отырып, 3 ізден тастап 4-шіден, 3 ізден тастап 4-шіден тура солай 5 қатар тігеміз. Бес саты болады баспалдақ. Тура осылай тоқылып, өкшесіне апарып бекітеміз. Біз мына жерде алдыңғы байланған жер, осының алдында мына жерден әрбір мына жағына жеткен кезде біз бұл жерден әрбір жерден байлап отырдық. Тура сол байлаудың арасынан өткізесіз. Кейде бұл жерде бір жіптен, мына жағында қос жіптен өткізіп жатыр ғой, мына жаққа келгенде кейде бір жіптен, кейде екі жіптен өтеді. Егер де екі жіп қиналмай өтетін болса, екі жіптен өткізген дұрыс. Мына жерден екі жіппен қазір көрсетейін сіздерге. Мына жерден кішкене былай қарай дұрыстап кішкене қаттырақ тартылып келгенде қиындау болып жатыр. Міне мына жерде екеуінде екі жіптен өтті. Тура осылай екі жіптен өткізіп бір рет тоқисыздар. Міне бұл жерде біреуге қосылды. Мына жер түйіліп тұр деп біз біреуге тастап қарсы жақ бетке өткен жоқ. Түйіншектелген байланған жердің үстінен де тоқимыз. Одан келесі мына жақ бетін алып келіп бұны бекітеміз. Бекіткен кезде бұл жерде демек біз екі жіптен бірге тартылмаймыз. мына жақ шекесінен жіптен бір жолда өткізіп бекітеміз. Бекіткеннен кейін мына жердің тартылмайтын мынаған бекітілген түрін былай алдыға қарай сәл тартып, одан қайтадан кері тартсаңыздар, мына жерде анығырақ, кішкене қаттырақ, берігірек бекітіледі. Міне алдыға тартып, одан қайтадан артқа тартасыздар, сол кезде қаттырақ бекітілетін болады. Мына дұрыстап бекітіп алғаннан кейін тартып, орнықтырып біз байладық. Енді біз мына жерде мына біріншісін санаймыз. 1, 2, 3. Үшеден кейін төртіншісіне бекіттік қой. Екіншісінен тағы да 1, 2, 3. Төртіншісінен бастап тоқимыз. Төртіншісінен 1, 2, 3. Төртіншісінен. Төртіншісінен тура осы қайталана береді. Тура осы қайталанады. Сонда біздегі саты мына баспалдақ ұқсап көтеріледі саты ұқсап. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші саты былай түп-түзу болып тұрады. Сол кезде келгенде тоқтатамыз. Тоқтатып, одан кейінгі осы 5 басқыштан кейінгі басқыштар өзгертіледі. Мына жерден келген кезде әрбір басқыштан келген кезде мына жерден көтеріледі. Қазір бізде 1, 2 басқыш, енді 3, 4, 5. 5-ші басқыш мөлшермен осы жерге келеді. Осы жерге келеді. Мынаның тура мына жақ шекесіне түзу тұрған бетіне келмейді. Одан 1, 2 сатыға төмен түсіп келетін болады. Тура осы ешқандай өзгеріссіз әрбір қатарды мына жақ бетіне келіп байлағаннан кейін жаңа қатарды үшеуден тастап 1, 2, үшеуден тастап төртіншіден, 1, 2, үшеуден тастап төртіншіден. Сонда бізде баспалдақ саны мына жерде кішкентай бірінші баспалдақ саны саналмайды. Осы үшеуден атталған баспалдақ 1, 2, 3, 4, 5 болып, 5-шісі түзу болып, солай 5 қатар тоқып шығамыз. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5. 5 саты көтерілді. Міне 5 баспалдақ көтерілді. Мына жерден мен 5-ші баспалдақ жасалған оның үстіндегі қатарды тоқып аяқтайын деп жатырмын. Мына 5-ші қатарда аяқтайтын, 5 баспалдақты аяқтайтын қатар. Мына жерін алып кеп біз бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5 баспалдақ тоқыдық. 3-шіден тастап, 4-ші ілмектен ілу арқылы. Енді біз одан кейінгі қатарда 1, 2 тастап, 3-шісінен ілу арқылы тоқимыз. 1, 2, 3-шісінен бастап ілеміз. 3-шісінен бастап ілдік. Біз бұл жерде ендігі қатарымызды мынадан тура келді ғой. Мына жақ түзу болған жанына келді. Біз мына қатарды бұлайдан асырып, тура мына жерін алып келіп тоқтатамыз. Себебі біздің алдыңғы тоққан аяқ киімнің өкшесі, айлы өкшесінің үстін айландырып тоққандығы үшін біз осыдан тура осылай еш өзгеріссіз тоқылып аяқ киімнің өкшесінің ортасына барады.
Енді мына жерден және де екеу тастаймыз. 1 2 тастап үшіншісінен бекітеміз жіпті. 1 2 үшіншісінен. Және де біз бұл жерден мына жіпті қаттан етіп қалмайтындай етіп, тартып қалмайтындай етіп, осылай туралап, мына жақ басына дейін тоқып шығамыз. Біз одан кейінгі қатарда біз мына жерде үшінші қатардан үшінші ілмектен 1 2 3 1 2 енді үшіншісіне келдік. Мына жерден 1 2 тастап үшіншісіне тоқимыз. Үшіншісіне тоқимыз және де бұл жерде мына өкше жағын айландырып мына жерге дейін тоқымаймыз. Мына жерге дейін тоқымай, ең алғашқы астыңғы өкше қатарының басталған тұсынан тоқтатамыз. Осы жерге дейін ғана тоқимыз. Ендігі қатарды осы жерге дейін ғана қысқа қалдырып тоқимыз. Мынамен бірдей болу керек. Бізге ана жетпейді кішкене. 1 2 тоқимыз алдыға қарай. Біз келесіне бекітеміз. Осымен. Осымен байлап бекіттік. Және бізде 1 2 3 енді төртіншісіне келдік. Төртіншісінде де турасында екеу тастап үшіншісінен алып келеміз. Мына жағынан да тура сондай. Біреу, екеу тастап үшіншісінен бекітетін боламыз. Мына жағынан да екеуден тастап отырамыз. Бізде мына жердегі байланғанда санасақ 1 2 үшіншісінен тоқимыз. Дегеннен кейін үшіншісінен аяқтаймыз бер жағынан санап. Үшіншісінен аяқтадық. Енді біз бұл жерде 1 2 3 4 енді 5-ші баспалдақ жасаймыз. 5-ші баспалдақ жасағанда турасында 1 2 тастап үшіншісінен бекітеміз. Және мына жерде мына байланған жіпті біреу деп екеу деп таңдаймыз да мына жақ үшіншісін алып келіп аяқтатамыз.
міне бізде аяқ киімнің бір жақ жанының ортасы дайын болды. Тура осы әдіспен бізде санасақ бұл жерде қанша қатар болды дегенде біз мына жерден мына сияқты үшеу тастап төртіншісінен бастаған баспалдақпен 1 2 3 4 5 тоқыдық, және екеу тастап үшіншісінен тоқыған баспалдақпен бесеу жасадық. 1 2 3 4 5. Алтыншысы төбе қалды. Бізде сонда жиыны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Біз 17 қатар тоқыдық. Тура осылай мына жағынан да 17 қатар тоқимыз. Тура осы жағынан 17 қатар тоқимыз. Біз ар жақ мына жақта тоққан кезде біз өкшені жіптің өкшесін алып келіп түйгенбіз мына жағына. Ал біз ана жағынан былай айландырып келе жатқандықтан біз жіптің мына жағына түйетін боламыз. Біз бұл жерде біз қазір 8-ші баспалдаққа келдік. Мына жерден ең бірінші мына екі ортасын жалғау 6 қатар болады. Одан 7-ші қатарды тура осының тұсына келіп аяқтаймыз. Бір із ғана тастап тура осының тұсына келіп аяқтаймыз. Ал одан кейінгілерін мына жақтан 3 із тастап 4-шісіне келгенде бекітеміз. Мына жағында солай болған. 3 із тастап 4-шісіне келгенде бекітуімен 5 баспалдақ тоқимыз. Мен мына жерде қазір тоқып келдім. Тоқып келген кезде мына жерден санаймыз. Мына түйілген жіп саналады. Егер түйілген жіптің санамай кететін болсақ, онда ар жағындағы мен бер жағындағы сәйкес келмей қалады. Бір орын біз тастап кеткен болып саналамыз. Мына жерде мынау түйілді. Бұның бергі шетінде бір жіп тұр. Осыны санаймыз. 1 2 3 4-шісіне келген кезде жіпті байлаймыз. Мына жерде міне 1 2 3 үшеу тұр. 4-шісіне келдік. 4-шісіне келген кезде жіпті байладым. Жіпті байладым. Енді бірінші баспалдақ. Тура осылай мына жерден 1 2 3 жіп тастап 4-шісіне келгенде байлаймыз. Тура осылай 5 баспалдақ жасаймыз. 1 2 3 4-шісіне келгенде байлаймыз. Байлап жіпті мына жағына алып барып ошақтан мына жердегі мына тура осының тұсындағы келген үстіңгі жіптің ізінің астынан өткізіп осы жерден бекіттік, және мына астындағы мына жердегі бірінші жіп осы жерден өткіземіз. Осы екеуінен өткізіп тура осылай келесісіне тоқи береміз. Осылай тоқып отырып мына жақ шетіне келген кезде мына жақ шетінен де мына түйілген жіптің тұсына санаймыз. Бұның бер жағында бір жіп бар міне. Осы жерде 1 2 3 осы 3 ізді тастап 4-шісіне келіп осы жерден бекітеміз. Осы жерден байлайтын боламыз. Тура осылай 5 баспалдақ тоқимыз. Мына жерде 1 2 3 үшеу тастап 4-шісіне бекітеміз. Бізде 5 баспалдақ болды. Үшеу тастап 4-шісіне бекіткен баспалдақтан 1 2 3 4 5 баспалдақ болды. Енді 6-шы баспалдақты біз мына жерге алып келеміз. Мынаған алып келіп қосамыз. Бұл жерге алып келіп қосқан кезде мынаның қасындағысына тура мына тұр ғой. Соның екіншісіне алып келіп мына жақта бар, екіншісі тура соның қасына алып келіп осы жерден бекітеміз. Негізінен бұл жерден емес, мынаған алып келіп қосқанымыз дұрыс сияқты. Мына жерден алып келіп қосып, астынан емес, тура осының дәл ортасынан алып келіп өткізіп өткіздім бе өткізді. Осы жерге бекітеміз. Екеуінің арасы қосылу керек қой. Енді тура соның қасындағы астына алып келіп осы жерден тоқимыз. Жалғастырып. Тура осылай мына жерден бастап өріп отырып, мына жерге келеміз. Мына жерге келген кезде біз бұл жерден біреу, екеу тастап үшіншісіне мына жерге келіп осы жерден тоқтаймыз. Біз бұл жерде біреу, екеу тастап үшіншісіне келгенде бекітеміз. Енді біреу, екеу, үшіншісіне келгенде бекітеміз. Келгенде бекіттім. Ендігі мынау екі қатар болады. Мына жағында да екі қатар болады. Сол үшін мына жерге келіп тағы да бұл жерден іліп аламыз. Мына жағынан бекіткеніміз дұрыс. Үш жағынан алып келіп қосамыз. Осы жерден алдында мына астындағы бар ғой, астындағы екі жіп. Содан өткізіп, ілмекпіз. Осы жерден екеуіне біреу. Одан келесінен бұл жерде ешқандай айырмашылық. Мына жағын артынан тартсақ, ана жері кішкене екеуі білінбей қалады. Тура осылай
мына жақ бетіне келеміз. Мына жерден келген кезде де тура сондай алдындағы сияқты 1, 2 тастап, үшіншісіне келгенде бекітеміз. Біз мына жақ басына келдік. Келген кезде 1, 2, 3 тастап, 2 тастап, үшіншісіне бекітілу керек. Енді бекітеміз. Бекітсек 1, 2, үшіншісіне бекіткен болады. Бекіттім. Біз ендігі қатарды мынаның үстінен алмаймыз, мына жерден. Біз ендігісін мынаның тура тұсынан, мына қызылдан аяқталған тұсынан бастап үш жерге келтіреміз. Осыған келтірсек, бірден мына жер сияқты. Болмаса жіптің ұзын нормалы түшсеңіздер де болады. Жіптің ұзын нормалы тура шығу керек. Мына жерге келеді екен. Осы жерге бекітемін, жіпті осы жерден алып шығамыз. Бірдей болды. Бір екеу араны берге тештен етеміз. Осы жерден бекітіп, осылай қарай тоқимыз да, енді ана жағына келген кезде өзгеріссіз, тура солай екеу тастап, үшіншісінен. Біреу, екеу, үшіншісінен. Үшіншісінен түйдім. Бізде бұл 1, 2, 3 баспалдақ. Енді біз мына жағынан да біреу, екеу тастап, үшіншісінен аламыз. Пирамида шығу керек бізде бұл жерде. Екі жағынан да бірдей қалдырып, екеу тастап, үшіншісінен аяқтаймыз жіптерді екі жағынан да. Біреу, екеу, үшіншісі. Мына жағынан да бізде бұл жерде 1, 2, 3, 4 енді бізде 5-ші баспалдақ. Біреу, екеу тастап, үшіншісінен. Бізде біреу, екеу, үшіншісінен. Мұндалыққа бекітемін. Бекіттім бізде 1, 2, 3, 4, 5. Бізде осымен мынаның жаны аяқталды. Екі жағы бірдей болады. Екі жаны бірдей болды. Бізде соңғысында былай мына жағынан қарасақ, міне екеу тастап, үшіншісінен басталған баспалдақ мынау. 1, 2, 3, 4, 5, 6-шысына келдік. Мына жерінде де 1, 2, 3, 4, 5, 6-шысына келіп аяқтадық. Енді бұл жерден мына жіпті не былай, не мына жағына, болмаса мына жағына. Сізге қалай ыңғайлы солай жіпті қосып алып кетеміз. Кейін үстіңгі жағын жоғарлатып тоққан кезде.